Өмір үшін күрес. Перизат қаланың қарапайым орта отбасынан шыққан қыз. Қанша қаланың қызы болса да, ата-анасының рұқсатынсыз ешқайда аттап баспайтын. Би кешкі серуен дегенді мүлдем білмеді. Тек туған-туыстарымен ғана атаулы мейрамдарды шығатын. Тіпті қаланың қай жерінде не барын да білмейтін. Тек өзінің оқу орнына тіке барып келетін еді. Перизат Шымкент қаласында мейірбике оқуын оқыды. Оқу оқып жүрген кезде өзінде еш қылтың-сылтыңы жоқ. Ойында тек оқумен жақсы аяқталу деген арман болды. Ол арманды орындалды. Мейірбике мамандығын алып шықты. Оқуын тәмамдаған Перизат әкесі өзінің әпкесінің үйіне Алматы қаласына жіберді. Ондағы ел жер көрсін деген еді. Перизат Алматыда мейірбике саласында мейірбике болып жұмысқа тұрды. Бір жыл жұмыс атқарып, Шымкент қаласына келді. Өйткені ешқашан әке-шешесінің қасынан шығып көрмеген қыз, ата-анасын сағынып, енді көрместей болып, оның үстінде енді қайтып өз қаласына жете алмайтындай сезімде болды. Ешкімнің сөзіне де қарамай, әжептәуір жұмысынан шығып, өз қаласына кетіп қалды. Аяқ астынан кетіп қалған Перизатқа әпке-жезделері жап-жақсы жұмысты тастап кетіп қалғанын естіп, ренішті жасырмады. Бірақ Перизаттың ойы тек өз үйіне, ата-анасына жақын болу еді. Шымкентке келіп, Перизаттың жолы болып, бұл жақта да жұмыс тауып алды. Күнделікті жұмысын істеп жүрген Перизат сымтетік арқылы Есболмен танысты. Есбол Перизаттың танысының жолдасы болды. Екеуі күнделікті сөйлесіп, сөздері жараса жүрді. Есбол ол кезде төтенше жағдай министрлігінде жұмыс жасап жүрген болатын. Екеуінің жұмыс орны жақын болғандықтан күнде кездесіп жүретін. Солай бір-біріне бауыр басып, кездесіп бір жылдан кейін отау құрды. Перизат қолдан ұзатып, той жасап алып кетті. Есбол ауылдан шыққан орта отбасында дүниеге келген жігіт. Отбасында барлық мұғалім болып жұмыс жасайтын. Перизат мұғалімдер отбасында тұрмысқа шыққанына қуанышты болды. Өйткені балалық мұғалімдей отбасында дүниеге келсе, білімді, ақылды болады деп ойлады. Перизат келін болып түскенде үйінде енесі және тұрмыстан қайтып келген қайын сіңлісі болды. Кезінде барған жерім керемет болады. Енемен, қайын сіңлімен сырлас, мұңдас боламын деп ойлаған Перизаттың ойы мүлдем қарама-қайшы болып шықты. Өмір болған соң бәрі де болады екен. Перизат келін болып түскеннің енесінің жақтырмағанын бірден сезді. Өмір болған соң барлығы да болады екен. Перизат келін болып түскеннен енесінің жақтырмағанын бірден сезді. Өйткені бір жылулық танытпай, түсі суық болатын. Басында мүмкін шатасып отырған болармын деп ойлады. Перизат келіндік қызметін атқарып жүре берді. Тұрмысқа шыққанда Перизат айлық демалысқа шығып, бір ай ауылда боламын деп жоспарлап келген болатын. Бір ай ауылда болып, сәлемін салып жүрген Перизатқа енесі тек бірінші күні ғана сәлеміне аузына жыбырлатып ырымын жасағанымен, қалған күндері мүлдем көрмегендей алдынан өтіп шықты. Енді ғана келін болып түскен Перизатқа бұл жағдай оңайға соқпады. Жат жерден келін, жылулық көрмеген сөз, өзі де қиналып жүретін. Бірақ Есбол үшін ештеңе демеді. Енесі жақтырмаған соң қайын сіңлісі қайда барсын? Оның да Перизатқа айтары көп еді. Енді ғана түсіп жатқан келінге тарпа бас салып отырды. Қит етсе тиісіп шығатын. Сөздерімен бір шымшып өтетін. Сөздері сүйектен өтетін. Күнделікті қайын сіңлісінің жұмысқа шайын беріп шығарып салып жүретін. Жеңгесінің қадірін білмеді. Уақыты келе салысымен тиісіп қалушы еді. Бүгінде сол әдетіне басты. Анасына жеңгесін жамандап отыр. Өзі ұрысып тілегендей, ойлайтындай. Тек ұйқы, таңғы 10-да тұрып, кешкі 20:00-ге дейін жататын. Келін деген ерте тұрмай ма дейтін. Мұнысына естіген Перизат ренжіп қалды. Мұнысы несі? Күнделікті шай тамағын уақытылы беріп шығарып жатқан жоқпын ба дейді. Бірақ не болса да, іштей тынып, енді ғана түскен келін тағы үндемей қалды. Сол кездері жолдасы Есбол жұмысқа қысқартып, жұмыстан шығып қалды. Бұрындары мұғалім болып бір жыл жұмыс жасап, біреумен ерегесіп, жұмыстан шығып кеткенге ұқсайды. Содан кейін қалаға барып, төтенше жағдайлар министрлігіне кірген еді. Енді міне оныдан шығып қалды. Сол шыққаны тағы Перизатты келіп отыр. Келіннің аяғынан деген құт алып келмеді. Келгеннен ағам жұмысынан айырылып қалды деп тағы да кінәлады. Осындай майда шүйде әңгімесін күнделікті тиісіп шығатын. Әрең шыдап жүрген Перизат айлық демалысы біте салып, қалаға жолдасы екеуі пәтер жалдап тұрды.
енесі еншісін бергендей болып шығарып салды. Бірақ Перизатқа өзінің артынан келген көрпе төсегін бермеді. Үйдегі ескі құсқы көрпелерді берді. Мейлі деп онысына да көніп, бақытты күндерім кеше берді. Көп ұзамай Перизат жүкті болды. Жүкті болғанын бастап Перизат күнде бір түсті көретін болды. Жардан құлап бара жатқан сезілетін. Жерде жатқан аяғы сілкілдеп жататын болды. Ол кезде бір дем салдырып жіберіп ойында да болмады. Күн түнде қорқып шығатынмын. Бәрібір бұл кезде Перизат бақытты кездері еді. Өйткені жолдасы қасында өзімен өзі емін-еркін өмір сүрді. Күнделікті жұмысына барып келіп жүрді. Ал Есбол ағасының қасына базарға саудаға шықты. Үйде жай жатқанша бір нәрсе айналсын деп шешті. Соңғы кездері Перизат өзінің түсінен қорқып жүрді. Неге бұл түсті көре беремін? Маған босанғанда бір жағдай болып қалмаса деген ой болды. Басы ауырып кететін болды. Ақыры ішіне жасыра алмай онысын Есболға айтты. Есбол уайымдама, барлығы жақсы болады деп Перизатты күдігін сейілтті де жақсы білікті дәрігері тауып сөйлесіп қойды. Перизат айы күні жақын аман-есен қыз босанды. Сосын енесі қарасап деген үмітпен Перизат ауылға барды. Есбол қалада саудамен қалып, жұмысын жалғастырып берді. Енді екеуі де екі жақта бөлек жүрді. Басында апта сайын Есбол демалысқа келіп жүрді. Кейін анасы апта сайын неге келе бересің, ақша құртып, 2 аптаға бір келсең де жетеді деді. Анасының айтқанын тыңдап, 2 аптада келетінді шығарды. Перизат ауылда қызымен жалғыз қалғандай жүрді. Жаны ашыған бір адам жоқ. Қайын сіңілісі бұл келгеннен бұрынғы әдетін басты. Жеңгесіне көмектесудің орнына жұмыс жасасын дегендей әдейі бәрін бүлдіріп жүрді. Не өзінің жатқан жерін жинамайды. Жинап қойған үйді шашып, перделерді сырғытып алып тастайтын болды. Болмаса даланы сыпырып қойса, барып шемішке шағып, шашып кететін болды. 1 сағат, 1 минут демалыссыз отырды. Оған қосылып, сол ауылда тұратын қайын бикесі де қосылды. Бір ауылда тұрғандықтан күнде осы үйде болды. Айтатындары өсек, анасына келінін жамандап отырды. Қой деген ене болмады. Қайта оларға қосылып, енесі де күн бермеді. Не нәрсе болса да, тырнақ астан кір іздеп отыратын жағдай жетті. 2 аптада бір келетін Есбол қызына су өткізбейтін жөргек алып келсе, оған да сөйлейтін. Есбол кетісімен жөргектерін алып қоятын. Айтатындары, сені қарақат екен, Есболдың ақшасын құртып отырсың. Үйде дым бітірмейсің, қолыңнан сым келмейді. Қайын сіңлісінің мінезіне шек жоқ еді. Ыстық шай демдеп апарса, онысы суып қалды деп біресе кесірленіп ішпейтін еді. Қайын сіңлісінің мінезі шек жоқ еді. Қайта ыстып алып кел деп дастарханның басында отырғызбайтын. Сыртта басып келген аяқ киімімен де төрге шығып, та отыратынды да шығарды. Не болса да қайын сіңлісі тыныштық бермеді. Күнде киімін дайындап, жуып, үтіктеп беріп жүрді. Өзі енді ғана босанған Перизат емізулі болған соң қарны ашып жүретін болды. Енесіне не тамақ жасайын деп сұраса, сөйлеп кететін. Қайта қайдағы тамақ, жаңа ғана жедік, істеме дейтін. Перизаттың қаны ашып, іштері қабысып қалатынды шығарды. Не жарытып тамақ, не жарытып шай ішкізбейтін. Қарны ашып, қызына жөнді емізе алмайтын болды. Қарны тоймаған қызы 1 аптада 1 рет үлкен дәретке баратын. Оның өзінде іші қатып, клизма жасап шығарып алатын. Сол жылдары Есболдың жұмысы жақсы жүріп кетті. Үйіндегілер мал алып, қой тапқан ақшаңа қараймыз деп 10 қара мал алғызды. Бірақ қараған олар емес, Перизат болды. Есбол малдарын ауылға апарып, Перизатқа тапсырды. Қалай қарап керек екенін үйретіп айтып кетті. Өзіне үйдің шаруасы аз да еді. Енді сырттың жұмысына басталды. Қаладан шыққан қыз келешекте керек болады деп, балаларымның болашағы үшін деп оған да көнді. Біресе үйге, біресе далаға жүгіріп, күні қалай өтіп кеткенін білмейтін. Ол кезде ауылда су тапшы болатын. Төмен жақта абысыны тұратын. Суды сол жақтан тасып жүретін. Бір жағынан 10 рет алып келетін. Ол кезде де енесі сөйлейтін. Мені суға тұншықтырып өлтірейін дедің бе дейтін. Бұл сөзді де мән бермей жүре берді. Күйбең ауылдың тіршілігі 2 жылдың қалай өтіп кеткенін білмей қалды. Бұл уақытта қызы 2 жасқа толған. Есболға бір келген анасы, қарындасы, әпкесі бәрі жағалас. Ана әйелден ажырас деп талап қояды. Туып бергені бір ғана қыз, енді тумайды дейді. Бірақ Есбол көтермеді ғой, не қылмаса ажырасамыз. Онсыз да ажырасып жатқандар аз емес дейді. Бұлай деген өзіне басқа ағаларының бәрі ажырасып, екінші, үшінші әйел алған еді.
тек бір әйелмен шектелген қалған осы. Көп ұзамай қайын сіңлісі сол ауылға тұрмысқа шықты. Бірақ тек тұрмыс құрған деген аты ғана, осы үйден мүлдем шықпайтын, өйткені мектеп жақын еді. Келгеннен сол ауылдың қайын әпкесі де келетін, бәрінің басы қосылып болғаны шымшып сөйлеп келеке етіп отыратын. Бір күні енесі бесіктің жібін қырқып алып жатқан жерінен Перизат кіріп қалды. Таңырқап қарап қалды Перизат. Енесінің мұнысы нес? Бесік киелі емес пе, неге қырқып алды деп еді. Енесі: не қыласың, мұның бәрін туып жатқан балаң жоқ дейді. Қайын сіңлің жеке болып жатыр екен, ал Алла берсе деп шығып кетті. Неге, не үшін керек болғаны жайлы айтпады. Күнде өте берді. Баяғы жартас сол жартас. Ештеңе де өзгермеді. Тек Перизат соңғы уақытта мазасыз күй кешіп жүрді. Өзіне не болып жатқанын түсінбей әлек. Әр жері бір ауырады. Жанын жеп бара жатқан ауру не екенін өзі де түсінбеді. Тек жерге жатып аунай береді. Бір күні қатты ауырып, жедел жәрдем шақырып еді. Қай жерің ауырып жатқан десе, не айтарын, қай жерін ауырып жатқанын айта алмады. Өйткені өзі де түсінбеді. Қай жері ауырып жатқанын, тек жанын жеп бара жатқан бір ауру айналып келіп Цемотқа аунап жата беріп келді. Өзіне әрең сөйлеп жүрген Перизат анасына көргісі келді. Мауқын басып қасына жатқысы келді. Енесіне айтайын десе қорқып, әрең дегенде жалынып жүріп сұранып төркініне жіберуін өтінді. Енесі ешқашан төркініне жібермейтін, сұранса болды ұрсып шығатын. Бірақ бүгін келісімін беріп, әйтеуір барғаннан өзі мазасыз, қызын әрең көтеріп барды. Не тамақ жөнде ішпейтін, азып тозып кеткен, құр сүлдері қалған. Қызының мұншалықты әбіржігенін көрген анасы бірінші рет дем салдырып жіберші. Саған не болды? Келгеннен әрі жатырсың. Қай жерің мазалап жатыр? Келесі көшеде апа бар, сол кісі апарайық деп қызын сүймелеп ертіп барды. Дем салып еді, көзі шайдай ашылды. Қайта жан кіріп, қайта тірілгендей болды. Сосын бірдеңе: апа, сізден сұрайыншы, маған не болып жатыр деді. Оқытатын апа, саған дуа жасалған деді. Бір рет енем бесіктің жібін қиып алып кетіп еді, оның қатысы бар ма деді. Әрине, саған енді бала сүймесін деп жасалған. Қазір дуаның кері қайтардым. Барған соң көрерсің, кімнің жағасына деді. Көзі ашылып, жаны кіріп Перизат ауылына қайтты. Келсе енесі мен қайын сіңлісі екеуі шай ішіп отыр екен. Сәлемін салып амандасып ішке кіріп кетті. Кімнің ауырсынатынын сыртқа шыққан сол қайын сіңлісі өзінен өзі ауырып сол жерде дәнбекшіп жата қалды. Біраз тұра алмай жатып, әрең дегенде өзін жинақтап қайта жұмысына кетті. Өзі де түсінбей қалды. Неге аяқ асты ауырғанын. Сол жылы енесі қайын сіңлісінің артынан көрпе төсегін апармады деп жүрді.